Сәлем, сіздер мен Әбекем. Ал мынау менің досым өте ақылды қошақан. Ой, мынау қасқыр ғой. Ал енді ақылды қошақанның тапқырлығы қалай бізді қорғап қалғаны туралы айтып берейін. Сонымен ауылда бәрі жайылып жүргенге біздің кішкентай қошақам шөп жеудің орнына кітап оқитын, немесе ескі заттарды жинап жүретін. Өзі өте көп оқитын. Басқа үй жануарлары оған көп оқысаң басың ісіп кетеді, ауырады деп деп күлетін. Мен бір түнде ауылға аш қасқыр жақындады. Ол қораға секіріп түспекші болып тістерін қайрап тұрды. Бәрі ұйықтап қалған болады. Тек біздің қошақаң ғана қасқырдың қаупін сезіп қойды. Ал енді мен не істесем екен? Басқа жануарларды қалай сақтап қорғап қалсын екен деп ойлап отырды. Ол қорыққан жоқ. Тауып алған дауыс күшейткішті колонканы алып телефонға қосты. Содан арыстанның ақырған дауысын қойып жіберген. Қасқыр зәресі ұшып, мынау арыстан қоя деп құйрығын қысып таудың арғы жағына қашып кетті. Тіпті артына қарауға қорықты. Әбекем оның бәрін біліп, қошақанға рахметін айтып мәз болды. Мә, қошақан қандай ақылдысың. Олар ертеңгісін басқа жануарларға да осы әңгімені айтып, енді ешкім оған күлмейтін болды. Тіпті бәрі де кітап оқи бастады. Күшті болу міндетті емес, ақылды болу нағыз жеңіс. Білікті бірді жығады, ақылды мыңды жығады. Сіздермен болған Әбеке. Тез жазыл, лайк бас қошақан екеумізге. Басқа әңгімелерімізді қалдырып алма балақай. Сау бол.